Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Мен бір қысымын бір қазақ жігітпен сөйлестім, әңгімелестім. Оның пікірінше, кейбір Украинаға шабуыл жасағанын ол кім кінәлі деп сұрадым. Оны айтуынша, өздер бандеровец кінәлі, нацистер кінәлі, өзі Украина кінәлі деп айтып отыр ғой. Ал сіз қалай қарайсыз? Өкінішке орай, осылай ойлайтын адам бізге аз емес, көп. Мен ойымша, бізге Украинаға шүкіршілік ету керек. Егер Украина құласа, одан кейін Қазақстан болады. Ал бір сұрағым бар. Қалай ойлайсыз? Біздің армиямыз Украина батырлар сияқты Қазақстанды қорғай ала ма? Кейбір қазақстандықтар шетелдік насихатты көріп, олардың айтуынша пікірім, бандеровцы, нацисты деп айтады ғой. Одан кейін осындай насихатты көргеннен кейін өзіміздің қасиет қазақ жерімізді қорғай ала ма? Қалай ойлайсыз? Қазақстан азаматтары кейбір Украин патриоттар туралы не дейді? Нацистер, фашисты, бандеровцы деп айтады. Бірақ не үшін айтады, түсінбедім. Себебі олар Украин балаларын мектептерде Украин тілінде оқығанын қалайды. Сол үшін ба не нацист? Немесе украиндықтар Украин елде Украин тілінде сөйлескісі келетіндіктен. Сол үшін нацистер ма не? Егер біз Қазақстанда қазақ балаларын қазақ тілінде оқытқымыз келсе, онда бізде де фашистер ма? Барлық халықтар өз тілінде сөйлесетін фашист па не? Қызық философия вообще, ойладым. Кейбір біздің қазақстандықтар бандеровцы деп айтып отыр ғой. Ал бандеровец кім ол? Бандера, Степан Бандера. Степан Бандера, мен әдейі қарадым ғой тарихында. Фашистерге және Кеңес одағына қарсы күрескен. Ол фашистік концлагерде отырған. Оны концлагерден британдықтар мен американдықтар босатты. Степан Бандераның екі кіші інісін фашистер өлтірді. Мен ойымша Степан Бандера Украин халқының нағыз патриотты болған. Бізде де нағыз патриот болған. Ол кім ол? Мұстафа Шоқай. Ол фашистік концлагерге барып, қазақтар мен басқа түркі халықтары, мысалы татар, өзбек, қырғыз, тағы басқалар өмірін сақтап қалған. 10 мыңдаған адам құтқарылды. Ертең қазақтардың жаулары Мұстафа Шоқайдың туралы не дейді? Қазақ бандері деп айтады. Біз осындай сөздерді қайталауымыз керек пе не? Украиндықтар мен қазақтардан тағдыры бірдей. 20 ғасырдың 20-30 жылдарында Украин халқы, сондай-ақ қазақ халқы кеңестік басқыншылар тарапынан қолдан жасалған ашаршылыққа ұшырады. Кейбір айтып отыр ғой, біздің қазақтар артта қалған, көшпенділер болған. Сол себепті отырғышы өмір салтына көшу кезінде көптеген қазақтар сол себептен қаза болған. Ал умниктарға менде бір сұрағым бар, умниктардан. Ал украиндықтар көшпенділер болды ма не? Солар ашаршылықта не үшін олар қаза тапқан? Олар көшпенділер болған емес.
Менің ойымша мына кеңестік империя өздеріне ұнамаған халықтарды жойып жіберген. Көптеген мына сұрап жатыр, не ұсыныс бар аға сіздің? Мен не істеуде ұсынамын. Бірінші, украиналық босқындардың Қазақстанда шұғыл қабылдау керек. Мен көптеген украиндықтармен сөйлестім, олар анандай шовинизм, нацизм деген жоқ ондай сөз. Қазақстан мемлекетінің атынан гуманитарлық көмек жіберу керек оларға, Украинаға. Азық түлік, дәрмек, балалар киімін, тағы басқалар. Украиналық балаларды қазақстандық шипажайларға шақыру керек. Қазір бүкіл өркениетті әлем Украинаға көмектеседі. Біз ақш-пен, Ұлыбританиямен, Евроодақпен бірге болуымыз керек. Олар біздің ең маңызды одақтастарымыз. Мен шын айтсам, біз президент Зеленскийді қалай ойладық, байсалды адам емес, әзілкеш, актер адам деп санайтынбыз. Ал ол ержүрек адам болып шықты. Өз отанының, Украинаның нағыз патриоты. Көптеген қазақтар қазір менен сұрап жатыр ғой, аға, мына бізде шабуыл жасай ма, жасамай ма деп сұрайды. Көбісі қазақтар шабуылдан қорқады. Біздің қазақ ата-бабаларымыз әрқашан ержүрек батырлар болған. Ал біз кімдерге айналдық? Қазір украиналық батыр сарбаздар Украинаны ғана емес, Қазақстанды да қорғайды. Егер Украина болмаса, олар Қазақстанға шабуыл жасар еді. Біз нағыз қазақтар Украина қиын кезінде қолдау көрсетуіміз керек. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.